баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Токалаев Сұлтан арнасы. Менің арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, бұл лагердің екінші бөлімі. Егер де үшінші бөлімін қаласаңыздар деп айтпай қойын. Себебі лагердің бірінші сериясында, тіпті екінші сериясында просмотр аз болуы мүмкін. Сондықтан да мен бұны осы екінші сериясынан тоқтатқан жөн деген ойдамын. Кеттік. Так, балалар, қайырлы таң, тұрамыз. Қайырлы таң, қыздар, жігіттер. Қайырлы таң, жігіттер. Қайырлы таң. Так, балалар, асханаға келіңдер, асханада тамақ дайын. Қарным ашып тұр еді, жақсы болды. Бүгін ыстық какаома тағы да. Дәл кешегіндей күшті тамақтар екен. Ас болсын, жігіттер. Қыздар. Кешегіден какаосы көп екен. Неткен дәмді. Қайсы дәмін көрейінші? Ыстықты ішкен неткен керемет. Мен бірақ дәмді екен дәмі. Так, мұны клубникадан салатты да жек. Малиновый әдемі екен ғой. Ойбай, кешіріңдер. Так. Дәмді екен. Өте дәмді. Так. Қазір не істейміз? Давайте спорт залға барайықшы біз. Кеше вообще үлгере алмадық қой. Әйтпесе кеше вообще үлгере алмадық келесі. Мен дым үлгере алмадым, мен де. Сондықтан да бүгін барып көрейік. Так. Қазір апай келгенде сұранайықшы. Балалар, ас болсын, тамақ дәмді ме екен? Апай, өте дәмді. Ас болсын. Мен неге шақырдыңдар? Апай, біз спорт залға барайықшы, кеше дым үлгермедік қой. Апай, барайықшы. Жарайды, тек 1,5 сағатқа ғана. Болды, бара беріңдер. Рахмет, апай. Рахмет, апай. Секірген өте қызық екен. Мен де көріп тұрмын, давай мен де секірейінші. Күшті екен. Вообще жүгірсеңдер, жүгірген денсаулыққа пайдалы. Және аяқты жақтықтырған әйтпесе, ақын жүгір қаласындар. Ойбай, мен қатты шаршадым. Болды, тоқтатайыншы. Сендер кәдімгідей секіріпсіңдер ғой, давай мен де. Кел. Менсіз байшы. Кендер, мен де кәченем. Осылайша балалар бір күнін өте керемет өткізді. Так, балалар, түсер тұрындаршы, мен сендерге бір жаңалық айтам. Не болды, апай? Не болды? Бір бәле болып қалған шығар. Так, балалар, түрмеден бір қыз бала шығып кетіпті. Құдай-ау. Оны іздеу салынып жатыр. Осы біздің райондағы бүкіл үйлерді тексеріп, милициялар жүр. Түрін шашы ақ, очки киген, біраз қаралау қыз деп жатыр. Бұл. Балалар, қазір үйге милицейский келеді, сендер тыныш отыра тұрыңдар. Мен қазір мороженое сендерге әкеп берем. Егер келсе, үйдің бәрін тексереді, дұрыстап үйді біраз жинақ қойыңдар, ахам. Апай. Так, қыздар, сендер жинайсыңдар, ал ұлдар, сендер ауыр заттарды қыздарға көмектесіп көтеріп тұрасыңдар. Апай, айтсаңыз болды. Так, балалар, мен сендерге қазір магазинға барып заттар әкеп берем. Апай. Көрдіңдер ма, Құдай сақтасын, кім қашып кетті екен? Сол жындау қашып кеткен адам. Мен шошып тұрмын. Қазір оны қалай ойлайсың, байқап қалсақшы. Я тоже. Жарайды енді. Үйден асырайық, Так, мынаны қайда қойын, ойбай. Міне сол жерге қой. Так, жандос, мынаны алшы. Так, енді ана жерге қой. Адина, кеттік, ана туалетті тазалап жүрек, әйтпесе біртүрлі болып тұр. Ұлдар, сендер не істейсіңдер? Біз мына жерде жай сөйлесіп отырамыз. Жүр, Арман. Жарайды, кеттік. Осы маған косметикаларын айтшы. Бетімізге крем жағаламасын. Әйтпесе соңғы сер боянуды ұмытып қалдық қой. Кешіріңіздер, достар.
болды, орнына қояйық. Жоқ, қояйықшы, мынау вообще кір болып кетті. Сен басын істей ма? Ой, сенен жақсы істейді ғой. Қойшы деген кірмашынкаға салып кеткен ес. Ай, сен ойбай, не болды мынау енді? Ужас, не істедің байғұс? Ой, тап-таза болды. Хоть енді бұны шіли кірмашынкаға салмайтын шығарсың. Еще бір-ақ минутқа. Вообще секундқа қойсын ғой сен. Енді өзім ғой өзім. Зато тап-таза. Ой, я көрдік тап-таза екен. Жарайды енді кеттік. Ұлдарға барайық, не істеп жатқанын. Иә, кеттік. Иә, қазір милиция қашан келеді екен? Иә, мен шошып тұрмын. Я тоже. Так, сәлеметсіңдер ме балалар? Милиция кетті. Так, балалар, сендер бір ұрыны көрген жоқсыңдар ма? Шашы аппақ, очки киген, киімі қара түсті. Жоқ, тәте. Қазір мен осы қаланың бүкіл үйлерін тексеріп жүрмін. Қазір сендердің де үйлерін тексеретін боламын. Аха, тексеріңіз. Біз оны көрген жоқпыз. Жарайды. Так, мына жерде бәрі таза, түсінікті. Так, мына жерде жоқ екен белгілі. Так, мына жерде жоқ екен. Так, жоқ. Иә, бәрі таза екен. Так, балалар, үйлерінде ештеңе жоқ екен, молодцы. Егер де сол ұрыны көрсеңдер, сразу 102-ге звондаңдар. Я, апай, хабарласамыз. Аха, балалар, болды, қорғанып жүріңдер. Сау болыңыз, апай, сау бол. Сәрем ұшты ғой жаңа. Милицияға келгенде. Сен немене қобалжып күдіктеніп қалдың? Ой, енді мен милициялардан қорқам. Ой, кім қорқады дейсің? Ой, бұл кім? Қыздар бар екендер. Қойыңдар, ұлсыңдар ғой, өздерің бар екендер. Мен секірем. Жарайды, кеттік, Арман. Жаңағы милиция айтқан шашы аппақ, очки киген. Тәте ғой. Тезіз есік жап, шкафта кел, тезіз. Ой, бәріне қыздарға айту керек. Қыздар, ана жерде милиция іздеген бір тәте отыр. Қойшы, мен қорқамын, ё-моё, апай қайда? Бұл жыламандар, бізге бір қазір шкафпен жол қоямыз. Кеттік, Арман, болушы, кеттік болыңдар. Осы бұрынғы холодильникпен жапқаным жақсы болды. Кім бар үйде? О май гад, тезіз, телефон қайда? Телефонды бәрібір блогерге рұқсат бермеді ғой. Ё-моё, не істейміз? Қыздар, шақыр, кеш бар. Өзің шақыршы. Жерді мен барып келем, аха. Қыздар, жүріңдер, ана жерде ұрлықшы қатты тарсылдатып жатыр есікті. Қойшы, шын ба, мен қорқамын. Бұл жыламандар, кеттік. Мен шок болып жатырмын, ойбай. Не болады екен? Жүгіріңдер. Не істесек болады? Бізге телефон рұқсат бермеді ғой. Сол айтып тұрмын ғой, не істейміз? Білмеймін. Не істесек болады, Құдайым-ау. Ужас, менің басым қатып жатыр. Айтпақшы, менің сумкамда бір планшет бар, соны әкелейікші. Иә, кеттік, әкелейікші. Алып келгендерің жақсы болды. Тезіз апайға звондашы. Иә, қазір. Алло, апай. Ал, балалар, не болды? Неге жылап тұрсың? Апай, біз неге бағанағы милиция келді. Және де айтқан ұрлықшы есікті қағып тұр. Біз бұрынғы холодильникпен он жауып қойдық. Қойыңдаршы, балалар, шын ба? Қазір мен милицияға звондаймын, болды, қорықпаңдар. Сендер телефонды қайдан алып жүрсіңдер? Апай, кешіріңізші, мен бір бәлеге керек болып қалады деп сумкама қойдым. Ой, жарысыңдар, балалар, мен қазір үйге келем, қорықпаңдар, болды, балалар. Тыныш отырып, жасырынып отырыңдар, балалар, болды, тыныш. Сіз бұнда не істеп жүрсіз? Мен жүріңіз, мен сізді соттатамын. Не үшін түрмеден қашасыз? Сіз мәдениетсіз адамсыз, түсіндіңіз ба? Мен балаларыма не қосы көркек көрсетейін деп едіңіз, Иә, бұл қақпасқа дым айтуға болмайды. Жүр бері, түрмеге қамаймын. Полиция, мен біздің апай келді. Мен шошып кеттім. Так, балалар, жандарым, сол сендер өздеріңді қорғадыңдар. Демек сендер үлкен деген сөзсіңдер.
балалар, жарайсыңдар, сендер баланы ұстап бердіңіздер, ойласаңдаршы. Иә, апай, бір шаршадық. Иә, уже кеш те батып қалды. Кеттік, ұйықтайтын кез келді. Так, достар, осымен видео аяқталды. Видеоны лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, егер де мен бұл серияның 3-ші сериясын шығарайын ба, немесе просмотр көп болса, мен бұны жалғастырамын. Егер аз болса, өкінішке орай жалғастырмаймын. Себебі менің өзіме де қызықсыз болып кетті. Сау болыңыздар.